Hello everyone, how are you doing? My name is Ahmaral Kengeskızı. Today we are going to start our grammar learning. Сәлем достар, менің аты жөнім Ahmaral Kengeskızı. Бүгін біз ағылшын тілінің грамматикасының ең негізгі және де оңай, бірақ та біздің орыс тілде және қазақ тілінде кездесе бермейтін грамматиканы өткелі отырмыз. Соның кесірінен болар көп адамдар бұл грамматиканы түсінбей, қалай қолдану керек, не болу керек деген сияқты сұрақтар туындайды. Бірақ бұл мағынасын түсінсеңіз өте оңай. Окей, бүгін соны түсінуге тырысамыз. Менімен бірге жарысып жазбаймыз. Мен бірінші түсіндіріп алам. Егер жазғыңыз келіп жазсам ғана түсінемін десеңіз, онда видеоны тоқтатып алыңыз, жазып алыңыз, сосын барып тыңдаңыз. Яғни бірінші міндетті түрде тыңдап аламыз, сосын барып тоқтатамыз видеоны, сосын барып тыңдаймыз, окей? Себебі біздің миымыз бір мезетте, бір сәтте екі нәрсені 100% керемет істей алмайды. Яғни сіз қазір ойлайсыз да, мен тыңдап отырмын және де жазып отырмын. Мен бәрін түсініп отырмын. Жоқ, миыңыз сізге сондай кейіп танытады, бірақ на самом деле асылында сіз деген менің айтып тұрғанымның какой-то бір 70-60%-ын ғана естіп отырсыз да, қалғаны ойыңыздың бәрі фокусы жазуға кетіп жатыр. Соң келесінде отырады да, мен онда естіген жоқпын ғой, онда әр нәрсе айтылған жоқ қой деген сияқты ойдың туындауы содан болып тұр. Кеттік, бірінші мен тыңдап аламыз. Түсінбесеңіз қайтып бастаймыз, қайтып тыңдаймыз. Негізі қарапайым тілде айтып жатырмын, ешқандай термин, ондай қатты қиын да, онда ештеңе айтпаймын. Сондықтан максимум видеоны қарап отырғанда, кино қарап отырғанда емес, практика менімен бірге қайталап, ағылшынша сөйлегенде менімен бірге сөйлеп, қабаттасып, жұмыс істеп, да, сөйтіп отырыңыздар, окей? А то не үшін көбі айтады видео сабақ, ой, сұрақ. Потому что біз видео сияқты қараймыз. Как будто біз кино қарап отырғандай. Бұл кино емес, бұл сабақ. Сондықтан қазір менімен бірге жұмыс істеп отырып қараймыз. So, let's start then. Today we are going to talk about to be verb. To be verb дегеніміз не? Be аударылады болу деп аударылады. Verb аударылады етістік. Яғни to be verb аударылады болу етістігі деп аударылады. Яғни не ол болу етістігі? Не үшін керек ол? To be verb бұл сөйлемде ешқандай да іс-әрекет болмайды, тек қана сипаттау жүріп жатырса. Қалай ол сонда? Ағылшын тілінің грамматикасы сөйлем құрылымы мына формуламен жүзеге асады. Subject plus verb. Яғни subject дегеніміз бұл кім не деген сұраққа жауап беретін сөздер. Бұл мен, сен, ол, менің ағам, әкем, анашым, Аружан, Олжас деген сияқты да. Содан кейін verb. Verb бұл не істейді деген сұраққа жауап беретін сөз. Не істейді? Яғни барады, жүреді, ұйықтайды, ішеді, көреді деген сияқты. Яғни осымен жүзеге асады. Енді қараңыздар, егер де мен айтсам, мен Ақмаралмын, ол әдемі, біздің қарнымыз аш, олар көңілсіз, немесе біз бақыттымыз деген сияқты сөйлемде не істейді деген сұраққа жауап беретін сөз бар ма? Жоқ. Ағылшын грамматикасы айтады, мен ештеңе білмеймін, кім не деген неге, маған не істейді деген сұраққа жауап беретін сөзді бер дейді. Сол кезде мына не істейді дегенді сипаттайтын сөйлемде бұл am, is, are атқарады, яғни. Am, is, are осы етістіктің көмекші етістік болып келеді да, көмектеседі ол бізге сөйлем құрастыруға, окей? Енді бұларды қалай пайдаланамыз? Бірінші бізге керекті сөздерді жазып, соларды аударып, менімен бірге айтылуын бірге қайталап отырыңыздар. Repeat after me. Менімен бірге қайталаймыз. I аударылады мен. Бұл сөйлемнің басында болсын, ортасында болсын, аяғында болсын, бәрібір үлкен әріппен жазылады. Жазбаша түрі білесіз, я, мынандай колпачогымен астында несі бар, я? Аяғы бар делік. I. Келесі сен, сіз, сендер, сіздер. 4 аудармасы бар. Көріп тұрсыздар ма? Ағылшынша болады you. Бірақ қазақ тіліндегі әріп you. Okay? You. Next. We аударылады біз. Келесі, мынау сақау болып оқылайды. They. Y әріпі у емес, thou емес. И, қысқа и және де жай идің қызметін атқарады. Сондықтан мынау болады they. They аударылады олар. Келесі, he емес, немесе he емес. He, қаһарман дегенде біздің қазақ тілінде ха дыбысын білдіреді. He аударылады ол,
Бірақ біз оны айтамыз балаға. He ешқашанда ол балаға деп аударылмайды. Көп айтады he деген қалай аударылады десе, балаға дейді. Жоқ. Балаға деп аударылмайды, ол аударылады, ол деп аударылады. Бірақ кімге айтамыз? Балаға айтамыз. Орыс тілінде on деген бар ғой. Вот сол сияқты. Next, S пен H мына екеуі біріксе ш деген дыбысты білдіреді. Ш деген дыбысты. Мына сөз оқылады she. She аударылады. Ол кімге айтамыз? Қызға айтамыз, я? Next one is it. It аударылады. Ол, бұл кімге айтамыз? Затқа және жануарларға айтамыз. Окей? Енді қараңыздар, осыны міндетті түрде видеоны тоқтатыңыздар. Осыны жазып алыңыздар. Себебі қазір біз деген практика істеп отырғанда, сөйлем құрастырған кезде, сіз мынау қалай еді деп, мен каждый раз сіздерге жоғары қарай көтеріп отырмаймын ғой. Сондықтан бұл дәптеріңізде болсын, окей? Let's continue. Кеттік. Мен дегенде енді қалай сөйлем құрастырамыз? Мысалы, мен Ақмаралмын деп айтатын болсам, айдан кейін бізде ай Ақмарал деп айтпаймыз. Одан кейін міндетті түрде не істеді деген сұраққа жауап беретін сөз am. I am егерде мен тікелей аударылса, мен Ақмарал болып табыламын деп аударылады. Негізі, бірақ мен қазақ тілінде өйтіп айтпаймын ғой, мен Ақмарал болып табыламын деп. Сондықтан біз айтамыз просто жай ғана, мен Ақмаралмын. I am Ақмарал. Немесе осының қысқартылған формасы ағылшын тілінде қысқартқанды өте қатты жақсы көреді. I am тең, яғни I'm. You are. Қысқартылған формасы your. We are. Біз деген сөзді бұл. Қысқартылған формасы we are. They are, олар деген сөз. They are, қысқартылған формасы their. Мына their деген сөзге ұқсайды. Бұны болашақта өтеміз не сөз екен, бірақ екеуінің оқылымы бірдей. Their деп оқылады. Келесі, he is, қысқартылған формасы his, ол деп аударылады. He is, қысқартылған формасы his. She is, ол қызға айтамыз she's. Кеттік ары қарай. It is. Қысқартылған формасы it. Бұл ол деген мағынаны білдіреді. Енді біз алдыңғы сабақта біз жаңа сөздерді өткен болатынбыз. Сол жаңа сөздерді қолдана отырып, бүгін сөйлем құрастыратын боламыз. Мына сөздермен бірге қайталайық. Hungry аударылады қарны аш деген мағынаны білдіреді, я? Менің қарным аш ағылшынша болады I'm hungry. Менің қарным аш деп аударылады. Мен ашпын немесе. Тікелей аударсақ, мен ашпын деп аударылады. Енді қараңыздар, I'm дегеннен кейін ешқашанда етістік сөз іс-әрекет келмейді. Бұл келмейді, дұрыс емес. Мына жерде play деген сөзді білетін шығарсыздар, да, ойнау деген. Яғни, мен ойнаймын дегенде I'm play деп айтпаймыз. Оны біз болашақта өтеміз. Жалпы қазір айтып қойып жатырмын. Миларыңыз үйрене берсін, болды. Яғни қайдан білем деген ондай ой, паника туындамай қойсын. Алдағы уақытта міндетті түрде айтамын. Просто қазір үйрене берсін, я, еттеріңіз үйрене берсін, құлақтарыңыз үйрене берсін. Келесі кеттік. Біз үйдеміз ағылшын тілінде. Біз ағылшында we, үй ағылшынша home. Мына at, да, де, та, те қызметін атқарып тұр. Біз үйдеміз деп аударылады. We are at home. Біз үйдеміз. Келесі, ол жетіде. He, ол, his, is'ді, міне қысқартып алып тұрмын. He's 7. Ол жетіде. Мен алдыңғы сабақта айттым, да, years old'ды айтсақ та болады, айтпайғы жай ғана өзін қолдансақ та болады. Келесі, енді мен әдейі сіздерге әртүрлі қылдым, енді ретімен сөйлем құрастыруға тырысайық. As student, студент деген мағынаны білдіреді. Осыны енді практикаға айналдырайықшы. Мен студентпін, ағылшынша болады мен айдан кейін бізде am болады. I am, немесе қысқартылған формасы I'm a student. Repeat after me. I'm a student. Мен студентпін. Сен студентсің. Сен. You are, мен әде қысқартпай түрін алып отырмын, қысқартып жазсаңыздар да болады. You are a student. Сен студентсің. Біз студентпіз. We are, біз студенттерміз, да, біз екеуміз ғой, сондықтан student деген сөзге s жалғауын жоғаймыз.
Бұл не алдағы уақытта тоже айтамын, негізі көптік мағынаны білдіреді. Студенттерміз деген мағынаны білдіреді. We are students. Біз студентпіз. Келесі, олар студенттер. They are students. Олар студенттер. They are students. Олар студенттер. Ол студент. He is a student. He is a student. Ол студент. Келесі кеттік ары қарай. Ол қызға айтып тұрмын. She is a student. She is a student. Ол студент. Енді дәл осыған ұқсастырып, давайте енді өзіміз сөйлем құрастырайықшы. Басқа мына студенттің орнына басқа сөзді қолданайық. Мысалы, мына жердегі dangerous. Dangerous. Қауіпті деген сөзді. Енді айтайық, мен қауіптімін. I am, немесе I'm dangerous. I'm dangerous. Сен қауіптісің. You are dangerous. Сен қауіптісің. You are dangerous. Біз қауіптіміз. We are dangerous. We are dangerous. Біз қауіптіміз. Олар қауіпті. They are dangerous. Олар қауіпті. They are dangerous. Келесі кеттік. Ол баланы айтып тұрмын. Мына баланы көресіңде, немесе ер адамды көресің, ол қауіпті мына адам. He is dangerous. He is dangerous. Қызды, бір әйел адамды, бір какой-то бір адамды көресің, ол қауіпті. She is dangerous. She is dangerous. Көрдіңіздер ғой да? Келесі кеттік, келесі сөзді rich деген сөзді пайдаланайық. Rich біздің тілде, қазақ тілінде бай деген мағынаны білдіреді. Бұны енді мен қазақшасын айтамын, сіздер ағылшыншасын сіздер айтыңыздар, окей? Мен баймын. I'm rich. I'm rich. Сен байсың. You are rich. You are rich. Біз баймыз. We are rich. We are rich. Олар бай. They are rich. They are rich. Ол бай, ер адамға айтып тұрмыз. He is rich. He is rich. Ол бай, қыз балаға айтып тұрмын. She is rich. She is rich. Окей, күшті ма? Келесі кеттік. Weak. Weak аударылады, әлсіз деп аударылады. Мысалы, мен айтам, мен әлсізбін. Қалай айтамын? I'm weak. I'm weak. Мен әлсізбін. Сен әлсізсің. You are weak. You are weak. Біз әлсізбіз. We are weak. We are weak. Олар әлсіз. Сіздер айтыңыздар. Үндемей отырмаңыздар. Сіздер кино қарап отқан жоқсыздар, сабақ қарап отырыңыздар, жұмыстаныңыздар. Олар әлсіз. They are weak. They are weak. Ол әлсіз. Бір кішкентай баланы көргенде, ол әлсіз ғой. He is weak. Ол әлсіз ғой. He is weak. Кішкентай баланы көргенде, қызды көрдіңіздер, айтасың, әлсіз ғой мына қыздың дегенше. Hey, she is weak. She is weak ғой. Ғой дегенді өзіміз қосып жібереміз, иә? She is weak ғой. Түсінікті ғой да, қалай істеу керек екенін. Мына жерде енді көп. Мен мына жерде бір сөзді не істегім келіп тұр, кішкене күрделендірдім. Right деген сөзді өткен болатынбыз. Дұрыс, біздікі дұрыс, ағылшынша болады we are right. Менікі дұрыс, мен дұрыспын. I am right. Сенікі дұрыс. You are right. Кете береді. Оныкі дұрыс. He is right. Ағылшын тілінде оныкі, ода дегендер сол күйінде қалар. He. Рахат, жаңа сөз бірдеңе жаттап керек емес. Бір he болды. He is right. Дұрыс қой оныкі. He is right. Менікі дұрыс қой. I am right. Окей? Келесі кеттік. Менің қолдарым лас. Қолдар ағылшынша болады hands. My hands are dirty. Менің қолдарым лас. My hands are dirty. Менің сөмкем пустой. Бос іші. My bag
is empty. Енді мына жерде is бен are-ны қайдан алып тұрсың? Қайдан біліп тұрсың да? Біз бағана I-дан кейін am, he-дан кейін is, we-дан кейін are деп айттық қой да. Are бізде егерде екі немесе одан да көп болатын болса, адам немесе затымыз, онда бізде are қолданамыз. Егерде біздің затымыз біреу немесе адамымыз біреу болатын болса, онда is қолданамыз. Яғни my bag, менің сөмкем, бұл біреу. My bag is empty. Менің сөмкем пустой. Бос. Менің қолдарым, екі қол бар менде. Менің қолдарым лас. My hands are dirty. Иә? Сөйтіп кете береді. Енді өздеріңіз практика жасап аласыздар. Көбінесе дайын дүниеге қызықпаңыздар. Өздеріңіздің миларыңызды қолдануға тырысыңыздар, жарай ма? Біз осы бойынша көп практика жұмыс жасаймыз, сабақта да практика жасайтын боламыз, иә. Сондықтан мен практика деген қалай еді деп тұрмас үшін қазір практика жасаймыз. Отырамыз, мен алдында дейін 40-50 сөз берген болатын. Соны алыңызда бәріне мен жақсымын, сен жақсысың, біз жақсымыз, мен жаманмын, сен жамансың деп сөйлем құрастыра беріңіздер. Сөйлем мағынасы болса да, болмаса да құрастырыңыздар, okay? So, see you in our practical lesson. Thank you very much. Bye-bye.